Қайырлы күн оқушылар, қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Су тіршілік көзі деп аталатын 6-шы бөлімді бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы су табиғат құбылысы. Сабақтың оқу мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты анықтау. Сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну, есімдікті зат есімнің орнына қолдану. Сабағымызды әдеттегіше ой түрткі сұрақтарынан бастайық. Су ұғымымен қандай сөздерді байланыстырасың? Судың адам, жан-жануарлар, өсімдіктер тіршілігіндегі маңызы қандай? Өз ойыңды бірнеше тірек сөздермен жинақта. Судың қасиеті зор. Онсыз тіршілік жоқ. Суды ішкен адам өзін сергек сезінеді. Су әртүрлі аурулардың алдын алады. Оны ешбір азықпен алмастыруға болмайды. Судың адам денсаулығына пайдасы зор. Су жайындағы мынадай қызықты деректермен таныса отырайық. Адам ағзасындағы судың құрамы 70% құрайды екен. Қызанақтың 90%, қарбыздың 92% судан тұрады. Табиғаттағы судың 1,1% ғана ішуге жарамды. Жер шарының 3% ғана тұщы су, ал қалған 97% ащы судан тұрады. Адамның қан құрамы суға қарағанда 6 есе қою келеді екен. Бір автокөлікті жасап шығару үшін 177 литр су шығындалады. 1 келі кофе өндіру үшін 22.000 литр су қажет екен. Газет парақтарын шығару үшін шеберлерге 300 литр су керек. Ғалымдар судан шыққан дыбыстың ауадан тараған дыбыстан гөрі жылдам тарайтынын дәлелдеген. Сабақ мақсатына сәйкес мәтінде сипатталатын ақпараттармен танысайық. Мәтіндерде негізгі, қосымша, детальді ақпараттар беріледі. Мәтіндегі негізгі ақпарат мәтіннің негізгі идеясы, негізгі фактілері болып табылады. Ал қосымша ақпарат мәтінге қосымша берілетін иллюстрациялар, кестелер, негізгі ойды қолдауға бағытталған цитаталар, ойды дәлелдеуге негізделетін мысалдар жатады. Мұндай ақпараттар мысалы, себебі, көбіне деген сияқты сөздермен көрсетіледі. Детальді ақпарат мәтіндегі негізгі ақпаратты дәлелдейтін фактілер, мысалдар, жылдар, пайыздық көрсеткіштер, дәйек сөздер. Сабақ барысында судағы табиғи құбылысты анықтау үшін детальді ақпараттарды табатын боламыз. Бірінші тапсырма тыңдалым мәтіні. Мәтінді мұқият тыңдайық. Тақырыбы су табиғат құбылысы. Жаңбыр жауды. Жаңбыр тамшыларынан жиналған сулар сай-саламен ағып, өзендер арқылы мұхитқа жол тартады. Күннің қызуы арқылы қызған бу тамшылары қайтадан бұлтқа көтеріледі. Бұлттар қайта жаңбыр болып жауады. Жаңбыр тамшылары жерге сіңеді. Жер астындағы ылғал өсімдік тамыры мен жапырақтарға көтеріледі. Күнге қызған жапырақтың бойындағы су буға айналып кетеді. Будан бұлттар пайда болады. Бұлттар жел арқылы суық аймақтарға көшеді. Ол жақта ылғал қатып, қар түрінде жерге жауады. Қыс бойы жатқан қар көктемде еріп, жерге сіңеді. Түптің түбінде бүкіл тамшылар мұхитта жолығысады. Тамшылар осылай айналыста жүре береді. Енді сен жаңбыр, қардың жауғанын,
бұлақтар мен өзендердің аққанын көре аласың. Судың буға, будың суға айналуында байқауға болады. Мәтін мазмұны түсінікті болса, тапсырма орындайық. Өз пікіріңмен бөліс. Мәтінде судың бу, бұлт, жаңбыр, қар, мұз қалпына енуінің себебін және осы қалыптағы олардың тіршілік үшін маңызын түсіндіріп көрелік. Жауабымызды тексерейік. Судың буға айналу күйі. Күнге қызған жапырақтың бойындағы су буға айналады. Судың бұлтқа айналған күйі. Күннің қызуы арқылы бу тамшылары бұлтқа көтеріледі. Судың жаңбырға айналуы. Бұлттан жаңбыр пайда болады. Судың қарға айналуы. Бұлттар жел арқылы суық аймақтарға көшіп, ылғал қатып, қар түрінде жауады. Судың мұзға айналуы. Суық аймақтарда түскен қар ылғалданып, күн суытқанда мұз болып қатады. Түптің түбінде бүкіл тамшылар мұхитта жолығысады. Тамшылар осылай айналыста жүре береді. Келесі тапсырма. Суреттерге мұқият қара. Не байқадың? Бірден көзге түскен құбылыс жауын-шашын. Және екі суретті бөлек-бөлек алып қарастырсақ, алғашқысы жалғыз тамшы, екіншісі көп тамшы. Яғни, бұлттың ішіндегі мен, сен, ол есімдіктері жекеше түрде тұр. Және біз, сіз, олар көпше түрде берілген. Бұл жерде сабақтың тақырыбы мен тілдік бағдардың тақырыбы бір-бірімен үйлесім тапқандай. Жалғыз тамшы көл болмас, көп түкірсе көл болар. Ендеше тілдік бағдарға назар салайық. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз есімдік. Есімдік сөз табының бір түрі. Зат есім, сын есім, сан есім сөздерінің орнына жүретін сөздерді есімдік деп атаймыз. Есімдік қай сөз табының орнына қолданылып тұрса, сол сөз табының сұрағына жауап береді екен. Мысалы, мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Кім жазбайды? Мен жазбаймын. Мен жіктеу есімдігі зат есімнің орнында қолданылып тұр. Бұл ұрыста біз жеңеміз. Қай ұрыста? Бұл ұрыста. Сын есімнің орнына қолданылып тұр. Хакім біраз ойланып отырды. Қанша ойланып отырды? Біраз ойланып отырды. Бұл есімдік сан есімнің орнына қолданылып тұр. Басқа сөз таптары секілді есімдік те құрамына қарай дара күрделі, жасалу жолына қарай негізгі туынды болып жіктеледі. Дара есімдік бір сөзден жасалады, ал күрделі есімдік екі сөздің бірігуі арқылы жасалады. Мысалдарға назар салайық. Сен, ол, не, сол. Жалғыз түбірден жасалған дара есімдіктер. Ешбір, бірнеше, кейбір есімдіктері екі сөздің бірігуі арқылы жасалған. Бұлар күрделі есімдіктер. Негізгі есімдіктер ол, сіз, бұл, қай. Ал туынды есімдіктер әлде қалай, әркім, ешқандай. Жоғарыда атап өткендей, есімдік зат есім, сын есім, сан есімнің орнына жүретін сөз табы. Оны басқалай орынбасар сөздер деп те атайды. Есімдіктер мағыналық ерекшеліктеріне қарай жіктеу есімдігі, сілтеу есімдігі, сұрау есімдігі, өздік есімдік, жалпылау есімдігі,
белгісіздік есімдігі, болымсыздық есімдігі болып 7 түрге жіктеледі. Солардың ішінде біз бүгін жіктеу есімдігіне тоқталамыз. Белгілі бір заттық ұғыммен байланысты қолданылатын есімдіктің түрі жіктеу есімдігі деп аталады. Жіктеу есімдігі 3 жақта қолданылады. Сөйлеуші адамды білдіретін сөз бірінші жақ болады. Оған жекеше түрде мен, көпше түрде біз, біздер деген сөздер жатады. Тыңдаушы адамды білдіретін сөз екінші жақ болады. Оған жекеше түрде сен, сіз, көпше түрде сендер, сіздер деген сөздер жатады. Бөгде адамдарды не бөгде бір затты білдіретін сөз үшінші жақ болады. Оған жекеше түрде ол, көпше түрде олар деген сөздер жатады. Жіктеу есімдігіне жіктік жалғау қосымшаларын жалғауға болады. Бұлардың жіктелуінің ерекшелігі бар. Жіктеу есімдігі қай жақта тұрса, сол жақтың ғана жіктік жалғау қосымшасы жалғанады. Мысалы, мен ән айттым, сен ән айттың. Тілдік бағдар тақырыбын бекіте түсу үшін келесі тапсырманы бірге орындайық. Жіктеу есімдігінің септелу үлгісімен таныс. Қысқаша ереже құрастырып жаз. Алдымен берілген кестемен мұқият танысып шығайық. Мен, сен, ол жіктеу есімдіктерінің септелуі. Жіктеу есімдіктері септеледі. Атаудан басқа барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктерінде мен, сен, ол жіктеу есімдіктерінің соңғы н, л дыбыстары түсіріліп, септік жалғаулары жалғанады. Және барыс септік тұлғалы мен, сен, ол жіктеу есімдіктерінің соңғы н, л дыбыстары түсіріліп, ған қосымшасы жалғанады. Ал көмектес септікте де мен, сен, ол жіктеу есімдіктерінің соңғы н, л дыбыстары түсіріліп, н-мен қосымшалары жалғану арқылы жасалады. Балалар, үйге оқулықтарыңыздағы 4-ші тапсырма беріледі. Берілген есімдіктерді құрамына, жасалу жолына қарай жіктеп жазасыздар. Сабағымды еңбек ері ақ күріштің атасы Ыбырай Жақаевтың біз табиғаттың өзін қайта түлететін ұрпақпыз. Жер, су, ауа адам баласының ұрпағынан ұрпағына мұра болып келе жатқан мол қазына атты аталы сөзімен аяқтаймын. Келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар.